Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бөлісіп отырған тамаша бір нәтиже тағы да. Салтанат ханым, асқазаныңызды ауырып келген, е? Мен мынадай қағазға сізді жазбаппын. Өйткені тез жазып кетесіз деп асығып жазбадым, е? Негізі әдетте қандай аурумен келген бәрін жазып қоятын. Жоқ, жазбадыңыз да. Жазбадым, е? Неше жыл болып жүрген еді ауырып жүргеніне? Мен негізі біраз жыл болған, бір 3 жылдай маған хронический гастрит деп айтқан ғой. Содан кейін өткенде былтыр как раз карантин уақытында менде асқынып кетті. Сосын асқынғанда су или тамақ бір нәрсе жұтқан кезде жұтынсам, в общем, мына жаққа өңеш пен асқазанның жалғасқан тұсы бар ғой. Сол жерге келген кезде батып ауырып бар қарай өтеді да. Сонымен сондай болып жүрді. Сосын мен енді уайымдадым да кәдімгідей. Сосын ол кезде біз Талдықорғанда болатынбыз карантин кезінде. Сосын кейін Алматыға келдік. Алматыға келгеннен кейін медцентрға бардым. Медцентрға барып жаңағы гастроэнтерологқа бардым. Сонымен ол кісі ФГДС бар ғой, соған түсіңіз деп айтты. Одан кейін менің жолдасымның жұмысы Астанаға ауысуына байланысты сол жаққа кетіп қалдық. Кейін сол жақта тағы да бір клиникаға бардым, медцентрға. Үнемі ауырып жүргеннен кейін? Иә, үнемі ауырып жүрді. Мен еще балам емшекте болатын. 9 айлық болатын балам. Сонымен медцентрға барған едік, бардым, гастроэнтерологтың қабылдауына жазылдым. Ол кісі мені қабылдады, кейін ол айтты маған, мен айттым оған, емшекте балам бар дедім. Маған ол гастродуоденит деген диагноз қойды. Жаңағы ФГТС, неше түрлі жаңағы анализдер тапсырып бардым. Бәрінен өттім, өтпегендер бүкіл өттім. Сонымен ол маған айтты, саған антибиотик ішу керек болады деді. Сен баланы емшектен шығаруың керексің деді. Сонымен 2 апта уақыт берем деді. 2 аптаның ішінде баланы емшектен шығарып кел деді. Сонымен арада 2 апта уақыт өтті. Мен баланы емшектен шығардым, қайтадан бардым. Қанша ай еді балаңыз? Балам 9 ай ғана болатын. Сонымен қайтадан барып, ол маған в общем 2 айда ішетін не жазып берді. 2 ай ішетін антибиотиктер жазып берді. Іштіңіз? Иә, іштім. Жаңағы баланы емшектен шығардым. Маған оңай болған жоқ. Маған да оңай, балаға да оңай болған жоқ. Ана нелерді іштім, дәрілерді. Жоқ, ешқандай нәтиже жоқ. Керісінше асқынып кетті. Сосын мен не істерімді білмей уже маған айтады, үйдегілерім айтады, отбасым, сен мүмкін бұл гастроэнтеролог дұрыс емес айтқан шығар, дұрыс емес дәрі жазған шығар, сен мүмкін басқа гастроэнтерологқа барасың, басқа дәрігерге барасың деп. Сосын мен айттым, мен бұл дәріде мен жазылмаймын. Мен білем дедім да, енді мен сіздің инстаграм парақшаңызды 2 жылдан бері қарайтын едім да, маған ұнайтын еді да, бүкіл процесс, емдеу процесі. Сосын мен мамама айттым, мен негізі Алматыда тұрамын ғой, біз қайтадан келдік Алматыда. Сосын мен жолдасым айттым, мен осындай нүктелі массаж сауықтыру орталығы бар, Тұрсынқұл деген апай бар, сол кісі массажбен емдейді. Мен соған барайын дедім. Сосын мен осында келдім, ол кісілердің рұқсаттарын алдым, келдім. Сол емделіп бастадым, Аллаға шүкір. Қанша күн ем алдың? Жақсы нәтиже. 15 күн алдым. 15 күн? Иә, 15 күн алдым. Қазір ауырмайды? Жоқ. Тамақ жұтқанда андай жаман не жоқ? Несте басылды, иә. Арасында қандай обострение берді? Обострение кәдімгі ауырсынулар болды мына жақта. Кәдімгі талып, как будто бір нәрсе көтересіз ғой, бір ауыр нәрсе көтерген кезде кәдімгі қолыңыз талып кетеді ғой. Сол сияқты сондай обострение берді. Сосын Аллаға шүкір жақсы, жалпы Жібек апай деген машалла енді қолы алтын екен. Бәрінің қолы алтын мастерлерге. Енді мен білмеймін ғой, массажын мен Жібек апайдан алғаннан кейін Жібек апайды. Мен байқаймын, сенің спортың аз екен. Спортым аз екен. Мен негізі жаяу жүремін. Бірақ спорт көп. Шыны керек, спортта. Түрінен көрініп тұр. Мен айтқандардың бәрі істеген olsun, иә? Істедім мен спортпен шұғылданғанда, сіз айттыңыз ғой, таңға асқа дейін бір жарты сағат жетеді. Енді терлеп шұғылдандым, енді қат керемет деп айта алмаймын, енді шыны керек.
Әлде де спорт керек. Иә. Энергияң аз әлі. Иә. Асқазан енді дұрысталса, енді тамақты жақсы қорытып, ет жинайтын боласың. Иә. Кішкене толатын боласың. Кәдімгідей мен деген тамақ қорыта алмайтынмын. Қазір жақсы. Кәдімгідей қарным ашып тұратын болды. Қол-аяқ жылы ма? Жылы. Ұйқы тыныш Аллаға па? шүкір, иә, Аллаға шүкір. Ұйқы тыныш. Ұйқы тыныш. Үлкен дәрі кіші жүріп тұр. Жақсы. Аппетит жақсы. Дені сау адам қалпына келді. Шүкір. Уайым жоқ. Жоқ, жақсы. Адамның иммунитеті күшейген кезде адамның ауру өзінен айығып кететінін түсіндіңіз ғой, Иә. Сосын мен дейтін Жібек апай айтады да, массаж жасап жүрген апай маған айтады, сен бүкіл ішің бәрі суықтап қалған дейді, бүкіл ағзаң суық дейді да. Мен мынандай болатын, мен осында келмей тұрған кезде ем алудан бұрын мен даже қыстық аяқ киім кимейтінмін, сенесіз ба? Ыстықтайсыз. Мен ыстықтап, прям аяғым ыстықтап, менше. Осы жерде тоқтала кетейік. Мына кісінің дәл жаңа бізге келмей тұрған кездегі өнебайы ыстықтап, қыстың күні жұқа аяқпен салқын үйде отыру, қалың қиналмайтыны жаман. Ол іштегі қабыну процесі жүріп жатқанда адам сөйтіп қызынады. Ол өте жаман. Ол тез арада раққа айналып кетеді, негізі адамның қуаты кеткен кезде. Сондықтан кім егері жаңағы қызу, өзінен өзі ыстықтау, нормальный температурада біреу мысалы салқын температура тоңып отырса, сіз керісінше ыстықтап отырсаңыз, оны абайлау керек. Міндетті түрде келіп ем алып, осы сабақтан өтіп, себебі не екенін. Мен ойлайтынмын ғой, мен вообще дұрыс ойламай жүрдім. Мен ойлайтынмын, менің қаным ыстық деп. Мен қаным ыстық. Енді оны бізде ыстық ауру, салқын ауру деп сөйтіп айтамыз. Соны мен түсіндіре кетейін. Ыстық ауру, салқын ауру деп бөлінбейді. Адамның ауруы, адамның бойындағы жылу әттен кеткен кезде табиғаттың салқындығын көтере алмайды. Ыстығын да, салқындығын да бір нормада немен сезе алмайды. Керісінше адамның бойындағы жылу әттен кеткен кезде керісінше қызи береді адам. Салқындаған сайын табиғаттың температурасы оған ыстық сезінеді. Ыстықтай береді, ішіндегі органдар бәрі мұздап, қан айналымы нашарлап, оның функциялық қызметі нашарлап, бір жерде тромбы, пробка, өспелер, қабыну процестері іріңдеп, жүйелі түрде бүлініп жатқан кезде адам қызи бастайды. Соны абайлаңыздар. Қандай қызиды? Былай сырттай дені сау адам барып температурасын ұстаса, салқын болады, бірақ өзі айтады, жоқ, мен қызып тұрмын. Осындайдан абайлаңыздар. Менде сондай болды, иә. Мен қыстың күні вообще қалың куртка кимейтін едім, жұқа жүретін. Осындай сатыға адам тоңып барып өтеді. Оның алдында тоңғақ болдың ғой? Оның алдында тоңғақ. Одан кейін барып қызып бастадым. Одан кейін қызып бастадым. Вообще қыстың күні мысалы носкиде кимейтінмін, шын керек. Ыстықтап тұратынмын ше. Сосын осы лечениеден кейін уже менде не басталды. Уже тоңам мен. Қайта керісінше. Иә, мен енді жаймен дені сау адам қалпына келгенде суықты да сезесің, ыстықты да сезесің. Солай болды менде, иә. Кәдімгідей не істеп түнде қалың пижама киіп алатын болдым. Әлде де 5 күн алу керек еді. Үстіме, бұйыртса аламын. 5 күн алсаң, қалай десем, тұмау сияқты шығуы мүмкін. Соңында, бұйыртса аламын. Кожадан шығады ғой ауру. Не бар. Негізі мен айтар едім, жалпы еш жеріңіз ауырмаған күннің өзінде профилактика ретінде келіп, аурудың алдын алып міндетті түрде массаж алып емделу керек екен мына жерде. Мен енді Алла қаласа алдыма жоспар қойдым, оқып алам. Бала шағаңызды емдейсіз? Бала шағамды емдеймін. Туыс туған, жолдасыңды ауыртпайсың. Құдай қаласа. Қазақтың әрбір отбасында бір адам үйреніп алу керек. Иә. Соған насихаттаңыздар. Мен жалғыз бүйтіп айта бергенмен ешкім сене бермейді. Көзбен көріп, өзіңнен бойыңнан өткізгеннен кейін адамдар сендіре аласыз. Массажмен қалай адам жазылады, мынандай аурулар, рактар қалай жазылады деп, оның бәрін құпиясын бізге келгенде түсінесіздер. Иә. Рахмет сізге. Сол Жібек апай айтады маған, сен өзің тоңғаныңды өзің сезбей қалғансың деді маған. Өтіп кеткен ғой. Мен сол кезде барып миыма деп сонда вообще сондай кішкене толчок берді да маған. Вообще шок болдым ше мен сол кезде. Прям қазір жақсы, иә? Ну, вообще емделу процесі күшті ғой, кайф қой. Тұрғың келмейді? Тұрғың келмейді. Вообще күшті. Анадан мен өзім де сағындым. Массаждан кейін шыққаннан кейін вообще энергия, ресурс деген енді керемет. Әйелге вообще білмеймін, керемет айтар сөзім жоқ.
әр бір семьяның әйел қауымы, келін немесе қыздар, міндетті түрде мамалар, әсіресе үлкен кісілер келіп сабақ тыңдау керек. Иә, күшті, вообще керемет. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет осындай орталық ашқаныңызға, адамдарға көмектесіп жатқаныңызға. Алланың қалауымен. Дәстүрлі медицинада көп адамдар қателеседі, дәрімен, антибиотикпен емделеді. Бірақ антибиотикке шама келгенше барынша алыстаңыздар, жоламаңыздар. Ол сіздерді емдемейді да, ол керісінше құртады. Көзіңіз жеткен, Иә, көзіңіз жақсы. Жақсы, аман болыңыздар, ауырмаңыздар.